ойындар саласындағы инновациялар. Инновация дегеніміз не? Инновацияны жаңа технологиялардың, жасанды интеллекттің пайда болуымен оның дамуын тоқтату, тежеу мүмкін емес. Және ол дәл осы сала инновациялардың ойын бизнесінен бастау алғандығы және барлық ойын бизнес кеңістіктегі, киберкеңістіктегі көңіл көтеру саласындағы негізгі инновациялар, ақшалар, инвестициялар жасанды интеллектті дамытуға жұмсалып жатқандығын ескеруіміз керек. Қандай да бір инновация болсын, сіздің өміріңізде көрген, есіңізде болсын, және тарихын қарап көрсеңіз болады, көңіл көтеру саласынан басталған болатын. Яғни барлық қаражатты R&D-ді, Research and Development деп аталатын саланы көптеген мамандар көңіл көтеру саласынан басталғандығын мойындайды. Себебі қаражатты жақсалып келетін және тұрақты клиенттері бар сала ол көңіл көтеру саласы. Соның ішіне казинода, онлайн казинода, спортқа бәс тігуде, стримингте, онлайн кинотеатрларда кіреді. Инновациялардың ішінде соңғы 2 жылда, немесе инновация үшін соңғы 2 айда пайда болған технологиялардың бірі ChatGPT сияқты жасанды интеллект, немесе ChatGPT-дің альтернативасы болып табылатын Google-дың немесе өзге де тек компаниялардың ұсынған технологиялар өте көп. Ол технологиялардың тікелей лудоманиямен қатысы қандай? Себебі жасанды технологиялар, жасанды интеллект бизнеске оның өзінің клиентін жақсы тануға, қаражатын ұлғайтуға, олардың көңіл көтеру саласында көбірек қалуға, интернетте, компьютердің алдында уақытын көбірек өткізуіне тікелей әсер етеді. Егер зерттеулер осыдан 10 жыл бұрын қазақстандықтар интернетте күніне неше сағат өткізеді деген зерттеуді дәл қазір өткізсек, ол уақыттың 3-4 есе артқанын біз ешқандай зерттеусіз ақ айта аламыз. Себебі дәл қазіргі біздің шынайы өмірімізде виртуалды өмір мен шынайы өмірді алмастырып алатын, немесе сіздің ата-анаңызбен емес, әлеуметтік желідегі сөйлесетін достарыңызбен өткізетін уақытыңыз көбірек болуы мүмкін. Бұл да жаңа технологияның бір салдары. Онлайн азарт саласындағы инновациялардың бірі ең бірінші кезекте сіздің онлайн казинода тиімді, қолайлы, тіркелуі тез болуымен белгілі. Егер сіз кез келген онлайн казиноға кіріп қалған жағдайда тіркелу, жеке деректеріңізді енгізу, онлайн ойынды бастап кету. Егер сіз өзіңізге мен күніне тек қана 10 минут онлайн казинода ойнаймын деп кірген жағдайда, сіздің 10 минуттан артық отыруыңызды олар қалай қызықтырады, қалай жарнамалайды, сізге қандай бонус береді. Оның барлығы жаңа технологиялардың нәтижесі. Себебі кез келген сайт өзінің сайтына онлайн кеңістігіне кірген адамды бірден анықтауға тырысады. Яғни ол сіздің тек қана IP адресіңіз емес, сіздің қалауыңыз, сіздің ниетіңіз, сіздің соңғы шопингтен сатып алған, ең жиі сатып алатын заттарыңыз. Бұл ақпараттың барлығы қазір сіз отырған онлайн платформалардың иелеріне қолжетімді. Құпиялық түсінігі интернет пайда болғалы өзгерген болатын. Тіпті ковидтен кейін менің жеке өмір құпиялығы деген категорияда өзгеріске ұшырады. Құпиялықтың кеңістігі жылдан жылға азайып келе жатыр. Ал онлайн казино сайттары бұны өте тиімді қолданады. Егер сіз осыдан 10-15 жыл бұрын өзіңіздің мекен жайыңызды, электронды почтаңызды, ұялы телефон номеріңізді ешкімге жарияламауға тырыссаңыз, ол сіздің құқыңыз болатын. Бірақ та дәл қазіргі таңда бұл деректерді оп-оңай тауып алуға болады. Және Қазақстандағы соңғы жаңалықтардың бірі Air Астана мен Қазақтелеком сияқты компаниялары өзінің клиенттерінің жеке деректерін интернетке жариялаған үшін жазаланып, өте үлкен қомақты сомада айыппұл алған болатын. Ол нені білдіреді? Сіз қандай платформада отырсаңыз да, сіздің жеке деректеріңіз үшінші тарапқа кетпеуіне ешкім кепілдік бермейді. Инновациялардың ішінде ең жиі қолданаты да осы болып табылады. Егер сіз интернет қолданушы болсаңыз, қазіргі таңдағы 8 миллиард халықтың планетадағы 4 миллиардында Facebook бар. Және бүкіл халықтың планетадағы 5% онлайн құмар ойынын ойнайды екен. Арасында байланыс бар деп ойлайсыз ба? Неліктен Facebook тегін? Неліктен сізге әлеуметтік желіні Цукерберг тегін сыйлады? Бұл сұрақтар сіз өзіңізде қойған боларсыз, бірақ та бұл тегін емес. Экономиканың ең негізгі заңдарының бірі тегін түскі ас болмайды. Егер сізге біреу жоқ бұл тегін десе, сенбеңіз, себебі оның артында сізді көндірер, сізді сатып алар екінші дүние тұр. Онлайн казино сайттарда дәл осылай жұмыстайды. Сіз бірінші мәрте тегін кіресіз, екінші мәрте сіз ұтыс ойынын ұтып аласыз. Бірақ та инновациялық жаңа технологиялар сізді қалуға үгіттейді. Қалай үгіттейді? Ол ойындардың ішіндегі тартымды сюжеттермен.
ойынның түсімен, ойындағы технологиялардың шынайылығымен сіз виртуалды әлем мен онлайн әлем арасындағы алшақтықты, шекараны азайта бастайсыз. Музыкасы, қарқынды түстері, оқиғаның ерекшелігі, кез келген сериалдан қызық ойындардың сюжеті, кейіпкерлердің бет бейнесі, бұның барлығы жаңа технологиялар саласында ең көп қаражат жұмсалатын киберспорт және онлайн гейминг сала болып табылады. Онлайн ойындарға бөлінетін қаражат сомасы әлем бойынша бірнеше триллион долларды құрайды. Себебі ойын бизнесі сіздің ойын сол сайтта ойнауыңыз арқылы сіз әлемнің қай нүктесінде отырсыз, сіздің ұлтыңыз кім, сіздің жасыңыз неше, сіздің әлеуметтік шығу тегіңіз қандай, ол маңызды емес. Маңызды сіз сол сайтта онлайн отырсыз және ойнайсыз. Калифорниялық зерттеу институтының айтуы бойынша, олар сізге бірнеше сұрақты қояды. Егер сіз сайттағы, онлайн назар сайтындағы инновацияларды өзіңіз үшін қалай тиімді пайдалана аласыз? Кез келген онлайн казино сайтына сіз кірген кезде, тіркелгеннен кейін сізге бірнеше сұрақ қоюы мүмкін. Сіз осы сайтта отырған уақытыңызды шектегіңіз келе ме? Сіз осы сайтта құртатын қаражат көлемін шектегіңіз келе ме? Сіз осы сайтты өзіңіздің ұялы телефоныңыздан бұғаттап тастағыңыз келе ме? Егер сіз тәуірліктен арығыңыз келсе, кімге хабарласу керек деген ақпаратты көптеген онлайн сайттары сізге ұсынады. Бұл да жаңа технология. Себебі сіз тестке жауап беру арқылы, алгоритмге жауап беру арқылы өзіңіздің кім екеніңізді сол сайттың иесіне ашық, жария түрде ақпаратты бересіз. Кез келген кибер және инновациялық салаға келетін болсақ, сайттарды, онлайн сайттардың қаралымын, бір онлайн сайтқа қанша адам кіріп шыққаны қазіргі анықтайтын жаңа технологиялар бар. Және ол технологиялар тек қана сол сайтта тұрмайды. Ол өзге де маркетингтік компанияларға жөнелтілу арқылы сіздің қандай азамат, сіздің қандай тауарды жақсы көретін ықтималды сатушы екеніңізді анықтай алады. Яғни сіздің онлайн кеңістіктегі кибер ізіңіз ешқашан жоғалмайды. Сіздің Gmail'іңіз, сіздің әлеуметтік желіңіз сіздің сұрауыңызбен жойылса да, ол интернеттің кеңістігінде бәрі де қалады. Сол ақпаратты жоюға байланысты кез келген Қазақстан Республикасының азаматының ақпарат алу құқығы бар. Ақпарат алу құқығы дегеніміз кибер кеңістіктегі сіз өзіңіз туралы ақпаратты Google-дың ұмытқанын қаласаңыз, ол мүмкін емес. Себебі сіз жайлы жазылған барлық ақпарат кеңістікте сақталатын болады. Бұл ақпаратты сіз бір мәрте кіріп тіркеліп шығып кеткен онлайн казино сайты әлбетте қолданатын болады. Дәл осы жерде онлайн казино сайттарына келетін болсақ, олардың қолданатын инновациялары сюжет, түрлі түсті, қанық түстер, музыканың тиімділігі, ойындағы жалпы оқиғаның алдын ала сценарийін болжап білу мүмкін емес. Өте қызық новаторлық сценарийлардан және бұл ойындағы кейіпкерлердің сізге ұқсауы арқылы сіз онлайн казиноға жиі тіркеле беруіңіз мүмкін. Және онлайн казиноны дәріптейтін мәдени шаралар бізде өте көп. Ол кино болсын, ол жарнама болсын, покерде ойнау, ол сіздің әлеуметтік рөліңізді көрсетеді. Покерге қара нүктені таңдау, ол кез келген адам қолынан келетін дүние емес. Көңіл көтерудің ең элиталы түрлі казиноға барып қаражат жұмсау. Яғни осындай сипаттағы тікелей емес жанама, онлайн бизнесін жарнамалайтын жарнама да сіздің санаңызда онлайн ойындар ешқандай менің денсаулығыма, өміріме зиян келтірмейтін, жай ғана көңіл көтерудің бір түрі деген ойды сізде қалыптастырады. Инновацияларында негізгі мақсаттардың бірі осы. Онлайн сайттағы инновациялардың екінші түрі сіздің тәуелділігіңіздің қалыптастыру, олардың негізгі мақсаты болғандықтан, сол сайттағы сіздің тіркелуден бөлек ол face recognition верификация. Яғни сіз өзіңіздің жасыңызды қалай верификациялайсыз? Тіркелген кезде сіздің жасыңыз 21 болу керек болса, сіз өзіңіздің куәлігіңізді, түріңізді фотоға, видеоға түсіріп жөнелтуіңіз керек. Бұл көп жағдайда лицензия алған онлайн казино сайттарында мүмкін. Бірақ та барлық онлайн казино сайттары сіздің өзіңіздің жасыңызды дәлелдеуді, 21 жаста екеніңізді куәлігіңізбен бірге суретке түсіп, видео жіберуді верификацияны талап етпейді. Бірақ та сіздің верификация жасауыңыз биометрикалық деректеріңізде сіз туралы ақпарат болып табылады. Ол дактилоскопиялық сіздің алақаныңыздың саусаңыздағы деректер сияқты деректер сол компанияның, сол сайттың негізгі құнды ақпаратына арналады. Себебі 21 ғасырда ақпарат ол ақша. Яғни онлайн сайттардың ішіндегі ең инновациялардың жиі кездесетін түрі ол бірінші жасанды интеллект, екіншіден виртуалды әлем.
Виртуалды әлемнің көзілдірік түрі бар, жүгіретін түрі бар. Яғни виртуалды әлем 2050 жылға қарай кез келген адамның физикалық өмірдегі әрекетін алмастырады. Кез келген адам өзінің клонын жасай алады. Кез келген адам өзінің 5 жыл бұрын қайтыс болған күшігі мен мысығының ДНК-сы арқылы сүйікті жануарларын тірілте алады. Бұндай технологиялар, жаңа технологиялар барлық салада кеңірек қолданылуда. Бірақ қандай мақсатта қолданылуда? Онлайн азарт сайттағы видеолар, немесе кез келген осы сайттың администраторлары жаңа технологияларды сізді онлайн ойындардың әртүрлі сипатын жасаумен қызықтыруға тырысады. Ол компьютерлік ойын да болуы мүмкін, ол онлайн қарапайым карта да болуы мүмкін. Бірақ та олардың жаңа сипаттарын шығу арқылы, киберспортсмендерді тарту арқылы және сол ойындарды әртүрлі сипатта сізге ұқсайтын, сіз сүйікті кітаптарыңыз, сіздің сүйікті мангаларыңыз, сіздің сүйікті аватар сияқты кейіпкерлерді онлайн ойынға тарту арқылы, көрсету арқылы, немесе кез келген FIFA ойындағы спортсмендердің суретін, Криштиану Роналдоның суретін тым шынайы көрсету арқылы, жаңа технологиялар арқылы сізді бұл компаниялар сол сайтқа жіпсіз түрде байлайтын болады. Жаңа технологиялардың басты мақсаты пайда болған кезде адамның өмірін жеңілдету, уақытын, бос уақытын ұлғайту болды. Біз ол миссияны шынары орындадық. Жаңа технологиялардың арқасында біздің бос уақытымыз көп, біздің өміріміз жеңілдей түсті. Бірақ та сол бос уақытты біз қандай мақсатта, қай жақта жұмсап жатырмыз? Бұл сұраққа әр адам өзі жауап беру керек. Себебі дәл осындай сұрақтарға ойлану арқылы біз негізгі сұрақ онлайн құмар ойындары мен үшін табыс көзі ме, көңіл көтеру нысаны ма, әлде жай ғана уақытша өткінші дүние ме? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз өзіңіздің лудикті сипатта және инновацияның барлығын онлайн азарт казинолар сіздің ақшаңызды тартып алу үшін қолданады деген пікірде болмауыңыз керек. Себебі лудоманиямен күресте де инновацияның әртүрлі қолданылады. Қазақстан Республикасындағы лудоманиядан емдейтін емдік орындар, немесе мемлекеттік органдар инновацияны қалай қолданады деген сұраққа келетін болсақ, ол әлемдік үздік тәжірибелерді бөлісу арқылы, оларды зерттеу арқылы, әлеуметтік сандық сапалық эксперименттерді жүргізуде де жасанды интеллекті, жаңа технологияны жиі қолданамыз. Жасанды интеллект пен жасанды жадының ең тиімді тұстарының бірі ол бос уақытты көбейту ғана емес, өмір сапасын жақсарту ғана емес, лудоманиямен күресте өте тиімді механизмдерді де ойлап табуға табылады. Сондай салалардың бірі Калифорния институтының лудоманияның алдын алу немесе жаңа технологиялардың алдын алу бойынша ұсынатын бірнәрсе кеңестері бар. Сол кеңестер ол тек қана адамның портреті ғана арқылы емес, сол орталыққа Калифорнияның лудоманияның зерттеу институтына келген барлық пациенттерінің деректерін зерттеу арқылы өте үлкен ауқымды ақпаратты өңдеу арқылы шығарған ұсыныстары. Бұл да жаңа технологияның арқасында ғана қолжетімді болып табылады. Жаңа технологиялардың арқасындағы виртуалды әлем мәселесіне келетін болсақ, виртуалды әлем қаншалықты зиян, қаншалықты пайдалы екендігін болашақтағы зерттеулер көрсете бастайды. Себебі виртуалды әлемнің де пайда болғанына 7D, 5D кинотеатрларында пайда болғанына 10 жыл бола қоймағандықтан, оның нәтижесін, оның әлеуметтік, психологиялық, мәдени салдарын, әсерін зерттеу болашақтың еншісінде. Себебі виртуалды әлемнің зияны туралы бірнеше сериалдардан, кинодан көргенде боларсыздар. Ол батыста кең тараған Black Mirror, қара айна деп аталатын сериалдағы виртуалды әлемді көрсетеді. Виртуалды әлемнің қаупі және виртуалды әлемнің мүмкіндіктері. Барлық жағдайда виртуалды әлем сізге зиян әкелмеуі мүмкін. Себебі виртуалды әлем арқылы сіз өзіңіздің шектеулі мүмкіндіктеріңіз бен шектеулі қаражатыңыздың арқасында әлемнің барлық мемлекеттеріне виртуалды әлеммен саяхат жасап келуге, өзіңіздің басыңыздан өткермеген керемет тәжірибелерді басыңыздан өткеруге, дәл сол онлайн казинода алатын ұтысты алған кездегі сезіміңіз де виртуалды әлем арқылы басыңыздан өткеруге болады. Бірақ та ол азарт ойындар мен ойынға деген құмарлықты емдеу мақсатында сол құмарлықтың орнын басатын басқа құмарлық емес пе деген сұраққа ғалымдар түрліше жауап береді. Виртуалды әлемнен тек қана қаупі ғана емес, яғни мына шынайы әлемнен оқшауланып қалу,
олардан алшақтау, яғни кез келген алшақтау адамның қоғамнан, жақындарынан, достарынан алшақтауы жақсылыққа алып бармайды. Неліктен? Себебі әлеуметтанушылардың барлығының айтуы бойынша адам әлеуметтік жануар. Біз әлеуметтену арқылы, біз өзгелермен байланыс орнату арқылы өзіміздің адами қасиетімізді, өзіміздің өмір сапамызды жақсарта аламыз. Инновациялық салалардың ішіне келетін болсақ, виртуалды әлемнен бөлек Калифорния институтының жоғарыда атап өткен ұсыныстардың барлығы да жаңа технологиялардың нәтижесінде адамдардың өмірі жақсарғандығын және болашақта адамдардың бос уақыты көп болғандықтан олар тіптен жұмысқа бармай, тек қана үйінде компьютер ойнап жатады, ал жұмысқа онлайн кіруіне немесе өзінің клонын жіберуде мүмкін деген фантастикаға ұқсайтын ұсыныстар жасайды. Бірақтан дәл осыдан 50 жыл бұрында онлайн казино ойнауды кейбір азаматтар үшін фантастикалық көрінген болатын. Немесе орыс жазушысы Достоевскийдің ойыншы деп аталатын романы бар. Сол роман Достоевскийдің жеке өмірбаянынан арналған. Себебі Достоевский қандай ұлы Ресейдің жазушысы болғанмен де, ода онлайн ойындарға, картаға, онлайн деген сол кездегі онлайн ойынға, клубтағы карта ойындарына деген құмарлық болған. Сол құмарлықтың нәтижесінде қарыздарға белшесінен батқан жазушы сол қарызынан құтылу үшін ойыншы деген роман жазып шығады. Сол ойындағы 19 ғасырдың басында жазылған, 18 ғасырдың басында, 20 ғасырдың басында жазылған әдебиеттердің өзінде де онлайн ойынға құмарлық және онлайн ойынға құмарлықтың киберкеңістікте болашақта жаңа технологиямен тікелей байланысы барын әдебиетшілерге дейін болжап кеткен болатын. Себебі жаңа технологияларға құмарлық пайда болды оңай. Себебі басқа құмарлықтармен салыстыратын болсақ, нарко немесе алкогольді құмарлықта сізде міндетті түрде қандайды бір ресурс немесе құқық бұзушылыққа баруыңызға тура келеді. Ал онлайн құмарлықтың пайда болу үшін сіздің жасыңыз маңызды емес. Бастысы қолыңызда ұялы телефон болса болды. Бірақ жаңа технологиялар болашақта онлайн казиноны тек қана виртуалды әлем, компьютер, ұялы телефонға ғана емес, тіпті адамның басындағы чипқа да енгізеді деген болжам бар. Бірақ біз бұны болашақтың нейробиологиялық зерттеулердің еншісіне де қалдыра аламыз. Неліктен? Себебі адамның көңіл көтеруге, жаңа эмоцияға деген сұранысы жоғарыламаса ешқашан төмендейді. Себебі адам үнемі жаңа эмоцияны іздеумен, жаңа күй кешуден, бақытты болу күйін кешуден, өзін жеңімпаз атанған, өзің әлемдегі ең керемет атанған сезімі үшін, сол сезімді бастан кешіру үшін барын беруге даяр екендігі дәлелденген болатын. Бірақ дәл осы қасиет барлық жағдайда тек қана лудоманға ғана тән емес. Лудоманға немесе басқа да ойынға құмарлық қасиеттерді позитивті де қолдануға болады. Егер сіз жеңіске деген құмарлығыңыз болса, онлайн ойындағы құмарлығыңызды спортқа, өміріңіздің басқа саласына да бағыттасаңыз, немесе қаржы биржасындағы өзіңіздің қаржылық әлеуетіңізді жақсартуға да бағыттасаңыз болады. Бірақ та байланыс. Егер сіз онлайн қаржы биржасында отырсаңыз және онлайн казинода отырсаңыз, айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы бар. Себебі онлайн казинода егер сіз өзіңізді ең басты сезінетін сізді мотивацияңыз мен қаражат табамын емес, мен көңіл көтеремін, және ол уақытша деген сезім сіз үшін тежеуіш болу керек. Егер сіз жоқ, мен бұл сайтта уақытша тек қана әлеуметтік қаражаттық экономикалық жағдайымды жақсартамын деген сылтаумен отырсаңыз, ол лудоманияның алғы шарты дейді америкалық лудоманияны зерттеушілер институты.